Бектөбе қалашығы. Бектөбе 7-12 ғасырлардың аралығындағы қаланың орны. Тараз қаласынан батысқа қарай 15-16 километр жерде Аса өзенінің жағалауында. 1938 жылы Берніштан басқарған Жамбыл археологиялық экспедициясы зерттеген қала. Бектөбенің орны бірінің үстіне бірі орналасқан екі сатылы қабаттан тұрады. Жоғарғы негізгі бөлігінің пішіні трапеция тәріздес. Биіктігі 6 метр. Солтүстік шығыстан оңтүстік батысқа қарай 120 метр, солтүстік батыстан оңтүстік шығысқа қарай 30 метр. Сыртқы дуалдарының төрт бұрышында күзет мұнараларының орындары сақталған. Төменгі жағындағы алаңша тәріздес екінші бөліктің аумағы 45-40 метр, биіктігі 2,5 метр. Көптеген зерттеушілердің, соның ішінде Каллауэр, Бернштам, Байпақов секілділердің пікірі бойынша Бектөбе орта ғасырлық Жувикат қаласының орны. Әбу Фараш Құдама ибн Жафардың жазбаларында Жувикат Шавғар мен Тараздың аралығында орналасқан делінген. Бектөбеде күрделі зерттеу жұмыстары жүргізілмеген. Археологиялық барлау кезінде төбенің жоғарғы қабатынан жиналған заттай деректер оның 7-12 ғасырлар аралығында болғандығын көрсетеді. Бектөбе қалашығы Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Қаратөбе ауылдық округі аймағындағы көне қалашық. Тараз қаласына серіктес бекініс төбе деген мағынаны білдіреді. Әлі де орны сақталған. Жетінші-сегізінші ғасырларда соғды тайпалары соққан бекініс. Бекініс туралы араб жылнамашылары жазғандай, Атлақ шайқасы кезінде арабтардың қорғаныс орталығы болған. Мың 219 жылы Моңғол татар шапқыншылығы кезінде Бектөбе қалашығы керуеншілерді қала ішіне жібереміз деп алданып жеңіліс табады. Қалада қолөнер, зергерлік, құмыра шеберханасы, монета жасау дамыған. Бүгінде бізге жеткен Бектөбе қалашығының пішіні 4 бұрыш келген, әрі оның аумағы 400-350 метрді қамтиды. Қалашықтың 4 бұрышында биік мұнаралар салынған. Олардың арасын қорғанды қабырғалар жылғыған. Қаланың орталық бөлігіндегі нысандардың төбелері мен қабырғаларының қирандылары да байқалады. Тарихшы Жаңғара Дәдебаевтың Тараз өлкесі атты еңбегінде Бектөбе қалашығына қатысты мынадай мәліметтер келтірілген. Жувикат Тараздан батысқа қарай 17 шақырым қашықтықта болған көне қала. Бүгінде Бектөбе деп аталады. Жувикат қаласы 853 жылы Саманид Исмаил ибн Ахмад жасаған шабуылдан қирады. Қалашық маңында күні бүгінге дейін тіршіліктің үзілмегендігі мұндағы жергілікті тұрғындардың бұл қаланы ата-баба қонысы ретінде арта тұтатындығын аңғартады.